Сәлем баршаларыңызға, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Бүгін мен сіздерге өте бір жақсы керемет мүмкіншіліктер туралы айтқым келіп жатыр. Ол Америка құрама штаттарына F1 визасы туралы. Егер де сіз Қазақстанда жұмыс істейтін, оқитын болсаңыз, және де сіздің жасыңыз 35 жасқа дейін болатын болса, сонымен қатар ағылшын тілін білмейтін болсаңыз, және де ағылшын тілін меңгергіңіз келетін болса, ол ағылшын тілін ертең Қазақстанда немесе басқа да мемлекеттерде жоғары оқу орынға түсу үшін, немесе өзіңіздің жұмысыңызда профессионалдық қабілеттеріңізді арттыру мақсатында осы ағылшын тілі керек болатын болса, онда сіздер ағылшын тілін Америка құрама штаттарына келіп оқи аласыздар. Небәрі $1200. $1200 ол сіздердің шығындарыңыз. Ол сіздерге Америка құрама штаттарына 6 айдан 5 жылға дейін ағылшын тілін үйренуге, F1 визасын 5 жылға алуға, сонымен қатар Америка құрама штаттарында жұмыс жасауға, тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда бізде 80-ге жуық Америка құрама штаттарында оқу орындар бар. Ол барлық штаттарда, кез келген штаттарда, қай штатқа барып оқимын десеңіз де, қай штатқа барып біліміңізді жалғастырамын десеңіздер де, бүгінгі таңда барлығымен жұмыс жасаймыз, және де 60-70 күннің ішінде осы қолыңызға F1 визасын алып, Америкаға барып, біліміңізді арттыра аласыз. Енді кейбір адамдар айтып жатады, мен жасым 50-де, мен жасым 60-та, 45-те, осы Америка құрама штаттарына F1 визасымен, студенттік визасымен ағылшын тілін меңгеремін деп барсам болады ма дейді. Айта кететін нәрсе, заң бойынша ешқандай сіздерге шектеу жоқ. Кез келген адам бара береді. Бірақ дегенімен үлкен кісіде 50-60 жасар адамдар бар болатын болса, онда келесі бір жақсы мүмкіншіліктер бар. Сіздердің ұл қыздарыңыз немесе іні қарындастарыңыз Америка құрама штаттарына оқуға, ағылшын тілін үйренуге барады деп визаға тапсырылады. Ал сіздер қастарында қосымша, яғни ұл қызымды немесе іні қарындасымды ақш-қа барып, оқуға орналастырып, жайғастырып қайтамын, бір аптаға қасында бірге болып қайтамын деп, сіздер 10 жылға виза аласыздар, бірге тапсыра аласыздар. Осындай мүмкіншіліктер бар. Сол себепті достар, бүкіл информация сіздерге қызық болатын болса, ақш-қа барып аптасына $1,500, айына $6,000 бастап табыс жалақы тапқыларыңыз келетін болса, осы видеоның астында контакт нөмірлер қалдырылған. Сонда ұялмай жазыңыздар. Америкаға барғым келеді деп өздеріңіздің сұрақтарыңызды қалдырыңыздар, жауап береміз. Видеоны көргендеріңізге өте үлкен рахмет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздермен болған мен Сайлау Абди.